Сәлеметсіңдер ме студенттер, отырыңдар. Күндіз топта күн жоқ? Жоқ, 23. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өңделген жемістер мен көкөністер. Сабақтың мақсаты өңделген жемістер мен көкөністердің түрлерін білу, өңделген жемістер мен көкөністердің сақтау ерекшеліктерін білу, өңделген жемістер мен көкөністердің химиялық құрамын меңгеру. Бірінші жаңа сабақты бастамас бұрын үй жұмысын қайталап өтейік. Үй жұмысын қайталау үшін әдеттегідей барабан спиннер әдісін қолданғым келіп тұр. Сұрақтар қоямын. Барабан кімді таңдайды, сол студент орнына тұрып жауап беруі тиіс. Сол бойынша пысықтау сұрақтар. Тропикалық жемістердің қандай түрлерін білесіздер? Экранға назар аударамыз. Экран барабанды айландырамын. Барабан Диназды таңдап тұр. Диназ, тропикалық жемістердің қандай түрлерін білесің? Банан, авокадо, маракуйя, ананас, киви, лимон, және тропикалық жемістерді қалай сақтайды? Барабанға назар аударамыз. Экранға. Өкінішке орай бүгін әлемдер сабақта жоқ. Осы сұрақ қайтадан экранға назар аударып, барабанды айландырамыз. Оңдасын бағайын. Сонымен қалай сақтайды екенбіз? тропикалық жемістерді көбіне салқын және құрғақ жерде сақтағанымыз, және тропикалық жемістерді күн сәулесі түспеген жерде сақтаса, жақсы. Дұрыс жауап бердің. Өте жақсы, ода. Келесі сұрақ. Тропикалық жемістердің сапасына қойылатын талаптар қандай? Назар аударамыз. Қалай сабақта жоқ. Бұл нелер кес қалып тастайсың ғой, е? Қажылпан. Сапасына қандай талаптар қойылады екен? сырты таза болу керек және үспеген болу керек. Жақсы, отырады. Осымен үй жұмысын қайталап өтті. Жаңа сабаққа өтейік. Ал студенттер жаңа сабақтың мазмұнын ашу үшін Джикс әдісін қолдануын деп тұр. Джикс әдісі өздерің білетіндей мәтінмен жұмыс. Қазір мәтін таратамын. Осы мәтінді бір студент оқиды, қалған студенттер мұқият осы мәтінді тыңдайды. Өйткені келесі алдымызда осы мәтін бойынша сабақтың мақсатына жету үшін тапсырмалар орындайтын боламыз. Олай болса, бірінші топ бастаймыз. Көкөністердің әртүрлі әдістермен өңдейді. Сол олардың бұзылудан сақтап қана қоймай, сонымен қатар жаңа тағамдық және әсемдік дәмді қасиеттері бар өнімдерді алуға мүмкіндік береді. Өңдеудің келесі 100 әдістерін кең қолдануда: ашыту, тұздау, маринадтау, тоңазыту, кептіру, герметикалық ыдыста консервілеу. Ашыту. Жемістер мен көкөністерді ашыту жемістер мен көкөніс құрамындағы қатты сүт қышқылды бактериялармен ашу нәтижесінде түзілетін сүт қышқылының консервілеуші әрекетіне негізделген. Балайым. Маринадталған жемістер мен көкөністер. Маринадтау сүт қышқылының консервілеуші әрекетіне негізделген. Маринадтау кезінде тұз, қант және татымдық қосылады. Маринадтарды қиярдан, тамақтан, орамжапырақтан, жұмшадан және жемістерден дайындайды. Әдетте маринад 0,3 және 0,9% сірке қышқылы болады. Жақсы. Келесі. Нұрай. Ашылған жапырақ ашыту үшін орташа және еш сұрыпты ақ ақуыздан
Ақылданды орам жапырақ қолданылады. Орам жапырақ ластанудан, жасыл жапырақтардан тазартады. Майдалар турайды. Жақсы. Келесі. Қышқыл дәмді, шекті тұздалған татындар ароматты тұздығы мөлдір болу керек. Сұрыптар маринадталған, жұмсаған тығыздығы төменірек, сәл қартырлап лайлы тұзды болу керек. Маринадталған метод массасын шыққанда көкөністер мөлшері бүтін, маринадталған 50% тұралған 55 болу керек. Жақсы. Студенттер, енді осы сабағымыздың мақсатына жету үшін тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма, экранға назар аударыңдар, сөйлемдерді толықтырыңдар. Ашыту дегеніміз не, түссіз консервілеу дегеніміз не, тұзды консервілеу дегеніміз не. Осы тапсырманы дәптерге орындаймыз. 10 минут уақыттарың бар. 10 минут ішінде осы тапсырманы орындауыңызды сұраймын. Студентке уақыт бітті. Келесі тапсырмаға өтейік. Бұл тапсырманы дәптерлерін жинап, сабақ соңында бағалайтын боламын. Келесі тапсырмаға өтейік. Бұл сендерге шығармашылық тапсырма. Бағана жиса әдісінде орам жапырақты қалай ашу, яғни тұздау керек екендігін оқып өттіңдер. Мұқият тыңдады деген ойдамын. Сол бойынша шығармашылық жұмыс жасайсыңдар. Яғни бірінші, екінші сұрыпты орам жапырақты ашу процесі мен сақтау ерекшеліктерін жазуларын керексіңдер. Үлестірмелі карта таратамын. Осы картаны әркім жеке-жеке өз ойларын жазып картаны толтырады. Карталар жинаймыз. Үшінші тапсырма бізде бұл функционалдық сауаттылыққа бағытталған тапсырма. Кестені толтырасыңдар. Кестеде берілген өнделген жемістер мен көкөністердің атауын жазасыңдар және оның химиялық құрамын жазасыңдар. Бағанадан бері айтып жатыр, қиярды, орам жапырақты, қызылшаны, сәбізді ашытуға болады, яғни тұздауға болады. Және де консервіленген жемістерді сақтауға болады. Солардың бәрін атауын түзіп жазып, бір шетіне химиялық құрамын жазасыңдар. Бұл тапсырмаға 15 минут уақытты сақтаймыз. Келесі тапсырма Wordwall платформасын таңдадым. Бұл тапсырмада сәйкестендір деген тапсырманы орындайсыңдар. Барлығын экранға назар аударамыз. Тапсырманы бастаймыз. Бұл тапсырманы орындау үшін мынаны берілген сұрақты оқисыңдар және дұрыс жауабын табасыңдар. Содан кейін осы тапсырманы орында, мына тапсырма мүмкін мына жерде шығар, мүмкін мына жерде шығар деген сияқты сұрақтарды жауаптармен сәйкестендіресіңдер. Уақыт кетіп жатыр. Топтық жұмыс, екі топ жарыса отырып, дұрыс жауабын тапсыңдар. Данияр, бірінші топтан. Кепкен жемістерге алма, алмұрт, өрік, шие жүзім жатыр. Кепкен жемістерге ма? Кепкен жемістерге. Жасы, жауабын тапсырманың соңында білетін боламыз. Келесі. Келесі екі бар. Жақсы. Келесі. Елена. Герметикалық ыдыста консервілеу сәбіз, жүгері, жасылдық. Келесі. Таңшылған. Püskün көкөністер, картоп, сәбіз, ақ тамырлар, пияз. Бұл сендердің жауаптарың. Енді қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін экранға назар аударып көрейік. Өте жақсы. Барлық сұрақтарға жауап беріңдер. Екі топта екі сұрақтан жауап беріңдер. Өте жақсы.
Жарайсыңдар? Бекіту мақсатында тест сұрақтарына жауап берсеңдер, бүгінгі сабақты сол тест тапсырмасымен бекітеміз. Экранға назар аударамыз. Экранда QR код шығып тұр. Осы QR кодты телефондарымен сканерлеу арқылы тапсырманы орындайсыңдар. Дұрыс сканерлеген жағдайда тест сұрақтары шығуы керек. Бұл платформаның ерекшелігі сендердің жауаптарың автоматты түрде экраннан көрініп тұрады. Сондықтан дұрыс, мұқият жауап берулеріңді сұраймын. Экранға назар аударамыз. Дұрыс берген жауаптарының бұрыстығын тексеру мақсатында уақыт өтіп жатыр. Қазір экранға назар аударыңдар. Жеміс-жидек консервілерінің сақтау температурасы қандай? Жауабын көрсетемін. Яғни 0 градустан 15 градусқа дейін сақтауға болады екен. Сонымен студенттер, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында қорытындылау үшін рефлексия жасайық. Ашық сұрақтар арқылы сабақта мен үшін ең қызықты ақпарат не болды? Сендер үшін қандай қызықты ақпарат болды? Жалпы қызықты ақпарат алдыңдар ма бүгінгі сабақ бойынша? Құндыз? Тропикалық жемістердің химиялық құрамы қызық болды. Қызықты ақпарат алды. Жақсы. Жалпы осы сабақ бойынша қандай да бір қиыншылықтар туындады ма? Жақсы. Тоқта. Студенттер бүгінгі сабақта алған бағаларыңды, жасаған жұмыстарыңды тексеру арқылы бағалайтын боламын. Үй жұмысы өңделген жемістер мен көкөністердің асханада қолданылуы. Жазып аламыз. Осы тақырып бойынша үйден ақпарат жинап келеміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.